осы проект достар оқыдыңдар ма? Иә, достар бәрі жағын оқыдыңдар. Бәрі жағын ниеттік кеңестерді. Қаражат жағында шет жағасын айтып шықты. Мен бірақ мында келген себебі мен негізі сіздердің да кеше мен айтайын деген Ғабит Мақа кішкене шет жағасын таныстырсын, бірақ ана жақта басқа қоғам болғасын. Қаражат жағына көбінесе байланысты болды. мен даже айттым соларға. Әрі қаражат шешілдіп, мен 60.000 теңге осы қаражат жағын құзырлы органдар шешеді. Мен мұнда келіп отырған басқа мәселе. Осы мәселе неге соншама 30 жылда осыншама қаражат нетіп, неге бізде нәтиже жоқ? Сол мен тек қана қайта мен керісінше мен мұнда кішкене тыңдағым келді. Сосын өз ой пікірлерімді айтайын. Жарайды. Бұлай істеп келісіп алайық. Енді сізді қай уақытта болса да тыңдауға дайынбыз. Енді тілдің жаңашыры ретінде шырылдап жүгіріп жүргенімізді білеміз. Ол мәселе төңірегінде бәріміздің пікіріміз бірдей. Сондықтан қазіргі біздегі мәселе біз енді алдын ала айтып қояйық регламент мәселесін. Өйткені бізде қазір барлығы жарты сағаттық уақытымыз бар, ары кетсе. Қазір өйткені сағат 10-да бізде 10:30-да жиналыс басталады. Одан ары қарай тоғжановтың несі бар, өткізетін жиналысы бар. Сондықтан қазіргі сіз нақты жаңағы 1, 2, 3 деген сұрағыңызды қойыңыз, қандай сұрақтар болса соған осы отырғанда әрқайсысы жауап беріп шықсын. Мен бақсарды ғой сіздердің тәжірибеңіз, бұл жоспарларыңыз қандай, осы қаншама қаражат бөлінді ме осы күнге дейін? Сол қаражатты қалай жұмсағыларыңыз келеді? Қандай нәтиже береді деп ойлайсыздар алдын ала? Бұның жай нетігі болмайды, ай көрейікші, мені білейікші, осылай істейікші деген сияқты. Бұл ондай мәселе нету керек. Бүгін осындай мәселе осыншама не береді, нәтиже береді деген сияқты. Сол, мен сіздердің осы сөзіңізді 30 жылдың ішінен өзі көріппіз ғой енді. Соны жай нәрселерге сізді парламенттен 30 заң шығарады, қай жер министрлер тыңдайды. Мен ойымша сонымен нақты түрде нетіп береді. Сосын өз ұсынысымды шет жағасын, бірақ мен айтайын деген жарты сағатта мен түк шеше алмаймыз. Жамбылдықтар айтады, ол тек қана жиналу керек, ой пікір тыңдау керек, сосын әрі ойлану керек. Әр ойланған сайын тағы да жинап, тағы да жиын, тағы да солай болады. Не нәрсе болса, қазір қырам жоямыз деген жоқ. Енді 30 жыл бойы біз көріптісі ғой. Қырам жоямыз деді, түк шықпады. Кезінде марқұм Әбіш Кекілбаев айтқанда, айналайын, қазір айтайын, 10 август 2000 жыл. Айналайын, бізде компьютер керек жоқ, біз секретар басқармашының тұрзаңыз кәсітімізді. 2098 жылмен әлі кейтілді, әлі соған арнайы не жасады. Мен Аскербек, міне, жағына әлі не көрсіп кеттің ол кісімен. Осы как демонстрация жасап жүр, сол ДНХ-да, кейтіл өтіп атқанда. Егер осымен шаруа бітеді, Егемен Қазақстан қанша мақала жазып баспады. Өзі көріп отырсыз Егемен Қазақстанның, жай бюджет отырғанда. Сұрағыңызды айтыңызшы. Жоқ, кешінде айтып болайын, просто. Сіз енді сөз берген солай деп. Талқан мырза ренжіді, сіз неге осылай деді. Я говорю, келешекте сіз бюджетті коляскада отырасыз, инвалидный коляска. Соған ренжіді, министрдің алдында айтқанда. Вот солай дейді, сол үшін тыңдағым келеді сіздердің жоспарларыңызды. Жақсы, бұл мәселе төңірегінде енді өзіңізге белгілі. Бұл әлгі бізде жоспарлар бар ғой. Мысалы 2011-2019 арналған жоспар болды. Бұл жоспар бойынша арнайы индикаторлар бар. Жаңағы орындалатын көптеген жаңағы жұмыстар болды. Олардың барлығы түгелдей орындалып, бұл жөнінде кәдімгі арнайы индикаторлардың орындалғаны жөнінде нақты нәтижелер болды соңында. Бұл жаңағы нәтижелерге қол жеткізгендігі айтылды. Яғни, одан кейін жаңағы аудиттар болды. Яғни, бұл жерде әрбір алынған жоспардың уақытылы және жаңағы өз деңгейінде жұмыс жасалғандығын жаңағы ең соңғы тексерумен жаңағыдай нақтыланды. Одан кейінгі енді қазіргі уақытта сіздің айтты не істейсіңдер деген сұрағыңызға. Қазіргі енді мысалы өзіңіз білесіз 2020-25 жылға жоспарлар жасалған. Енді солардың барлығын қазір егер осы жарты сағаттың ішінде барлығына мынаны бүйтеміз, мынаны сөйтеміз деп айтып шығу мүмкін емес. Өйткені ол 5 жылға жасалған жоспар, бірақ жалпылама не істелетіні жөнінде жаңағындай бағыттарын айтуға болады мысалы. Сондықтан жаңағы қазіргі уақытта кейбір мәселелер бойынша кім Ардақ өзіңіз мысалы кейбір мәселелер бойынша қысқа нелерін айтыңыз.
болса, ол жұмыстың мысалы біздегі бөлінетін мәселелер, орындалатын жұмыстар жөнінде қазір біз нақты айта аламыз мысалы. Бізде жаңа латын бойынша жүріп жатыр ғой әңгіме. Иә. Латын ең басында 2018 жылдан басталды, қаржы бөліне бастады. 2018 жылдан бастап 27-ші өкім шықты. Үкіметтің сол өкім бойынша қаржы бөлінеді латынға. Бұл өкімде жаңа сіз өзің айтқан мемлекеттік бағдарлама 2020-25 жылға арналған. Сол бәрі де әдетте бар, сайттарда бар әдетте. Содан қарасаңыз болады, ол үлкен документ. Оның ішінде 50 шарт тармақтан тұрады, госпрограмма. Әділет жаңа 27-ші өкім тоже 40 шарт тармақтан тұрады. Бұл тармақтың әрбір аттары, мерзімдері бәрі жазылған сол неде документте. Қазір бір минут кешіріңіз. Сұлтан аға менде жиналыс басталып жатыр. Жаңа кіресінші қазір. Содан кейін не қыла береміз? Араға жалғастырамыз. Бұл жақтан или кімге айтшы, кіре берсін, кім айғанын кіргізіп қойсын жиналысқа қазір. Мен жоқты өздік қалды. Аға, айта берді. Енді мемлекеттік бағдарлама бойынша бізде қаражат келесі 21-ші жылға 560 миллион бөлінген. Оның барлығы бізде госзаданиемен тіл-қазынаға берілмейді. Тек қана бір определенный бір бөлігі беріледі. Өзіміздің жаңағы неме конкурс жариялап, басқа да ТО ИПАлардың арасында да салатындар бар тармақтар. 22-ші жылға сәл азырақ бөлінген, енді ол қаржы нақтылана түседі. Сол шаралардың бәрі сол госпрограмма тармақтарының аясында іске асатын болады. Жақсы. Ереке, енді осы жаңағы латынға қатысты жалпы жасалып жатқан жұмыстарға қатысты өзіңіз айтып едіңіз. Осында енді жаңағы неғылатын сұрақ осы ғой енді. Латынға байланысты ең алдымен үкіметтің жанында 4 жұмыс тобы құрылды. Біз енді тіл-қазына ұйымдастырып жүргеннен кейін тіл-қазына істегенде көрінетін шығар, бірақ олай емес. Тіл-қазынадан жұмыс тобының 70 адам үстіне 3 адам мүше. Қалған 60 адам мүше басқа мекемеде. Атап айтқанда Әл-Фараби атындағы ұлттық университет, Абай атындағы университет, Қыздар педагогикалық университеті, Алматыдағы политех, осындағы Назарбаев университеті, Евразия университеті, тіл білім институты, негізгі құрайтын тіл білім институты. Әл-Фараби жұмыс тобындағы 17-18 ғалымның 9 тіл білім институты, бірден екіден мамандығы ғалымдарды іріктеу принципі орфография, фонетика, әліпби саласында қорған мамандар бар. Тек қана. Ол қазақ тілін қорғандар көп, мысалы Евразияда бір кафедрада 4-5 ғылым докторы, 10 шақты, 20 шақты ғылым кандидаты бар. Сол Евразиядан біз 3 адам бар. Өйткені оның кандидаттар да, докторлар да осы мәселемен байланысты. Бұл бір қара. Екінші қара оның өзінің мәселесіне байланысты әдістемелік жұмыс тобы құрылды. Оның негізін құрайтын Зарин атындағы білім академиясының мамандары. Директоры Манара деген кісі фамилиясы. Содан бастап, орта жоғары мектептен бастап, солар орай, сосын техникалық жұмыс тобы бар. Оны жүргізетін жаңа министрлік ғарыш инновация, аэроғарыш инновация министрлігі, оны құрады министр, бізге программистер беретін, біздің жаңағы осыған программаға байланысты, сын салаңызға байланысты сұрақтар туындаса, комитетіне ма министрлік соған қатысып отырады. Олар бізге заключение береді. Біз солардың заключениемен жұмыс істейміз. Өйткені біз компьютер жағын келгенмен үйлестіретін солар. 4-ші жұмыс тобы бар, ол техникалық жұмыс тобы. Олар аса жұмысқа кірісе қойған жоқ, себебі әліпби бекітілмеген емле термин істемейді. Бірақ оларға термин қалай болады, Әзербайжан терминді қалай істеді, өзбек қалай істеді деген сияқты олар өзінің ізденістерін жүргізіп жатыр, соның сараптамасын береді. Біз соның есебін жинаймыз, есебін жинап, біз сол комитетіне тапсырамыз. Сосын ол жинаған кезде олардың мамандары сұрақ алатын болса, бір жинақталған кезде өзіңіз Алматыға қатысыңыз бар, барып сөйлесіңіз. Сол сияқты жинап, сонда қорытып, дауысқа салып, мамандар келіспесе келесі алып қойып келіспей, ондай да болып барады. Өйткені әліпбиге байланысты біз қазір байқасақ, баяғы кезіндегі емес, ғалымдардың ішінде де көзқарас әртүрлі. Тіпті таңбаның өзіне, таңбаның сипатына байланысты көзқарас әртүрлі. Компьютер мамандарының өзінде де әртүрлі. Өйткені былтыр бізге байлатындығылар келді, олардың пікірі бар. Бір программистердің ішінде, IT мамандардың ішінде пікірдің үшке жарылды. Осындай кездерде, бұны жаңа өзіңіз сөзіңізден байқап қалдым, кідіріп жатыр деген сияқты, қазір ойланып қалдым. Мысалға, мынандай жағдай болды. Өзбекстан 92 кірді, бірнеше айдан кейін мектепке кіргізіп жіберді. Әзербайжан сондай болды. Ортақ тіл әліпбиі. Олар одан қайта шықты.
екінші жыл қабылдап мектепке тағы бір жіберді, одан қайта шықты. Ал біздің қазіргі кезде бұл дайындық кезеңі бар. Мүмкін бұл сәл мына пандемияға байланысты сұраққа соғып кеткен шығар, көрінбей жатқан шығар, бірақ әр екі шоқ бір қарап, әрқайсысын дұрыстайық. Ертең біз мектепке кіргізбей қоя тұрайық, өндіріске кіргізбейік, баққа кіргізбейік деген сияқты қазір бір эксперимент жөнінде, бір сынақ ретінде, мысалы мен алып бердім, сіздің әліпбиіңіз бар, бізге келіп ресми түскен әліпби 34 нұсқаны ресми. Бәрінің сипаттамасы бәрі тұр. Біз осыны бізге керек, біз тіл білім институтына бір қағаз жолдаймыз, сосын ары жұмыс тобының әрбір мүшесіне хат жолдаймыз. Бізге заключение береді, соның заключениесін біз қорыту үшін жаңағыдай жұмыс топтарын жинаймыз. Сондықтан тіл комитеті басқарушылық міндетте, біз үйлестірушілік міндетте, ал шешімдердің бәрі ғалымдарға байланысты. Оны елбасы айтқан, қазіргі президентіміз айтып жатыр, ғалымдар. Біз ғалымдардың өзінің ішінде де мысалға Именудың жазуына байланысты қарап отырып тарихын. Мен де оны білмейді екенмін, 3 жылдан кейін мен мұқият қарап отырмын. Қазақ білімпаздарының тұңғыш сөзі бар 24 жылғы. Сондағы әңгімемен 29 жыл 5 жылдан кейін әңгіме басталды. Ахаңның өзі де біріншінде уға байланысты Ахаңның бір пікірі бар, ортасында пікірі бар, кейін Ахаң Ахмет Байтұрсынның өзі бейтарап қалады. Ол кезде Елдосқа көшіп кетеді мәселе. 29 жыл Елдос ашылып жиналысқа шығып кетеді да, 2 адам дауыс бермейді да, 20 адам дауыс беріп Төреқұловта осы ереже қабылдап келеді. Именуға байланысты. Сол 20 жылғы Именудың мәселесі ол әлі келе жатыр. Жаңағы шетелдік сөздерді былай жазамыз, қазақша сөзді былай жазамыз деген сияқты осындай шешім. Оны өзіңіз көресіз ғой, баққа да жазып жатыр, әлеуметтік желілерде жазып жатыр. Мысалға бір тіл білім институтындағы Әлімхан Жүнісбек пен сол саладан қорған Күдеринованың, Зейнеп Базарбаеваның пікірлері әртүрлі. Біз осыдан қорқып отырмыз, оны тыңдаймыз да, мынау асығыс болып кетесіз, мына тағы да пысықтап алайық, тағы да қарайық. Биыл мысалға 4-5 апробация өткіздік, 2 ашық талқылау өткіздік. Ашық талқылауды бүкіл тіл мамандары бердік. 3300 тіл маманы қатысты. Колледждің мектептің деңгейін шыңдыстық. Республика ашық алым болды, бізде қамтамасыз бәрі тұр. Онлайн қатыстық, бізге басқалар берді. Әрбір нәрседе қазір бір жерден нетіп болмайды. Сол мамандар шешсінші, мамандар айтып кетсінші, мамандар шешсінші деген сияқты. Жаңағы өзіңіздің салаңыз компьютер жағында, анау ертең әдістеме оны балаларға үйрету жағында, өзінің әліпбидің теориялық жағында. Сонда біз қазір 3-4 мәселенің басын қосып, соны қарап жатырмыз. Біздің өтіп жатқан жағдайымыз осы күндерде істеп отқанымыз әртүрлі. Мысалға, сіздің де жобаңыздан қарап, мынасының ішінде не бар екен? Анау өзіміз сияқты банк дейтіндер қуантқан деген Маңғыстаудың әліпбиін арқалап. Ол келіп осы жерде кеңес өткіздік. Ол келеді жеке адам. Алтынбек Шәріпбаев келеді. Онымен 2 сағат жиналыс өткіздік. Мысалға, өзіңіз де қатысыңыз. Егер қажеттілік туылатын болса, тіл мамандарымен, мысалы сіздер де жаңағы сол техникалық топ бар ғой, IT мамандарымен сізді кездестіріп осындай бір ортақ әңгіме істейсіз. Оған сізде әр Қазақстан азаматы оған құқылы, біз тыңдауға оған бейілдіміз әрқайсысы. Жақсы. Осындай мәселелер, бұл енді жаңағы шамасы 1 жылдың төңірегінде талқыланды, президент тапсырмалы белгілі жағдай. Өйткені себебі жаңағы айтып отыр ғой, біздің алдымызда 2 әліпби бар, оның ар жағында халықаралық түркі халықтарының несін алған күннің өзінде Өзбекстан жаңағы кіріп алды да, қайтадан өзінің әліпбиін өзгертті. Түркия жаңағы кіріп алды да, қайтадан өзгертті. Әзербайжан қайтадан өзгертті. Өзгертіп жүргенде тіпті кейбіреулері арасында жаңағы дыбыстарын жоғалтып алды. Мысалы, қ дыбысынан айырылып қалды, басқа деген сияқты. Соны енді олар жаңағы бізге хат жазып жатыр. Анау бізде 2 хат бар ғой, біреуі Өзбекстаннан келген, біреуі Әзербайжаннан келген хаттар. Солар айтып отыр, сіздер асықпаңыздар. Асықпай әбден зерттеп барып бірақ қосыңыздар. Өйткені біздің қателігімізді қайталамаңыздар. Біздің мынандай қателігіміз болды деп. Жаңағы кім Мерекен айтып отыр ғой, мысалы, ол тек қана осы неде емес, мысалы, осы уақытқа дейінгі уақытта ішкі талқылауда ай сайын жаңағы ғалымдарменен талқылау болып бітеді. Содан кейін жаңағы орфографиялық жұмыс тобы 70-ге жуық ғалым ғой енді, әр 4 топтан қосылған. Солардың барлығы отырады, талқылайды. Сөйтеді де, мәселен, мінекей мына жолы мынандай өзгеріс жасадық. Біз оны жаңағы жоғары неге апарамыз, мысалы да, айтайық, оны өзіміз ғана шешіп алып, өзіміз қайнап жатқан жоқпыз ғой бұл жерде. Жаңағы бір ретінде біз кімге апардық? Сапарбаевқа апардық. Одан кейін жаңағы Тоғжановқа кірді. Одан кейін жаңағы Әшімбаевқа кірдік. Одан кейін жаңағы кімге мемлекеттік хат шығарады. Сөйтіп әрбір жетілдірілген сайын олар қарап, тағы да оларда бізден бөлек жаңағы тәуелсіз ғалымдар бар. Олардың жаңағы мемлекеттік хатшысының жаңағы Әшімбаевтың шақырған кезде тәуелсіз ғалымдар бар. Оларды шақырып, олар қарап,
олар өздерінің пікірлерін айтты. Мына жерде мынандай, мына жерде мынандай, осыны да вариант ретінде қарастырайық деп. Сол бойынша қайтадан орфографиялық жұмыс тобын өткіздік. Сөйтіп, мінекей мына жігіт Хамит осы жақында неден келді? Мына Арбадан келді. Ол осы жігіттер үйлестіріп отырды соның барлығын, ар жақ бер жағының барлығын. Сонда жаңағындай мінекей қанша жаңағы жұмыс жасалды. Енді сөйтіп олар әрге өзгерген сайын біз тағы да талқылап осылай өзгертіп отырдық. Енді қазір бір жетілдірілген шамаға келіп қалды. Осы жақын күнде оның барлығын осы қазір жоғары жақтағылар қарап жатыр. Құдай бұйыртса осы жылдың аяғына дейін әліпбидің бір жағына шығып қалуы да мүмкін. Ол біздің шешетін шаруамыз емес. Жаңағы үкіметтік комиссия бар, президент бар деген сияқты. Жалпы енді бұдан бөлек жаңағы айттық қой, ол бір жасырып жауып жасап жатқан дүние емес. Біз мысалы бұған да дейін жаңа айттық қой, кәдімгі ашық талқылау түрінде бұны мынау соцсеттерге шығарып талқыладық. Жазушылар одағымен жаңағы осындағы зиялыларды бәрін шақырып алып талқыладық. Бүкіл университеттерде өткізіп талқыладық. Одан кейін жаңағы 2 рет республикалық ашық талқылау жасап, соған талқыладық. Одан бөлек тағы да қандай? Осындай енді көп талқылаулар өтті. Қарамарсы ғалымдардың Содан кейін жаңағы оппоненттер бар ғой мысалы. Мен мысалы Ерекеңе айттым, Ереке, мысалы бізде ғалымдар бар, жаңағы осындай пікірмен келіспей жүрген. Бәрін жинайық та соларды тыңдайық. Мүмкін біз көрмей жүрген нәрсеміз бар шығар. Деп соларды шақырып әкеп үш жерде 3 күн солармен талқыладық. 4-ші күн дегенде жаңағы бір сөзге келіп, барлығымыз сөйтіп жаңағыдай бір неге жасалды. Сондықтан қазір деген бұлай кәдімгі керемет жүріп жатқан дүние. Оған қосымша тағы да жаңа емле қосылып жасалып жатыр. Оған жаңағы перне тақтасы қосылып жасалып жатыр. Осындай дүниелер. Сондықтан енді бұл жерде бұл үлкен жұмыс. Жаңағы сіз енді айтып отқаннан кейін қандай жұмыстар жасалып жатыр дегеннен кейін мінекей осы жасап отқан азаматтардың пікірі осындай. Әлбек аға, осы қалай ойлайсыз? Мен түсініп тұрмын. Сіз айтасыз, анау негізі осыға тіл мәселесіне кім жауапты? Түсінбедім. Осы тіл мәселесіне кім жауапты негізі? Кім жауапты болу керек? Елбасы ма, бізде президент па, сіз бі, министр ма, қай министр болсам қалай ойлайсыз? Бекітілген арнайы жаңағы несі бойынша әрине тіл комитеті жауапты. Басқа да жуырда мен дауластым, мен қызымды кім еді, атымыттым тест орталығының бастығын алдында тұр. Мәншік па? Жоқ, тест комитет. Тест бізде бар ғой, тест алған. Тест ұлттық тест алған. Мен айттым, оған барды бір, мен қызымның несін қазақ тілінен болашақ газетші болсын. Сосын ана келіншекке ойбай болмай деген не болмайды. Сосын жайдан жерде ол қыры шығып барады, ана жерде тосып, жайдан жерде тосам деді. Сосын екеуміз сөйлестік. Анау дейді министр деген сен бір мына жерде сен жауаптысың. Басқа ешкім емес. Егер мен 17 жыл бойы дауласып өзім кіргізіп отырмын қазақ тілін болашаққа. Намаса бір қанша нөмірден телефон жоқ мен көрдімше. Сен жауапты, сенен басқа ешкім жауапты емес мына жерде. Біраз дауласқасын, сосын өз телефонын берді, WhatsApp-ын берді, аға, жарайды. Сосын мен қызым өзді келді. Иә, ол тілге жауаптылық деген мәселеде енді бұны кеңірек қарау керек болады. Әрине біз үйлестіруші органбыз, бірақ дегенмен жаңағы бізде тіл туралы заң бар ғой. Заң бар болғаннан кейін оның ішінде нақты бәленбай талаптары бар. Мәселен, жаңағы тіл туралы заңның қадағалауына прокуратура жауапты, неге орындалмай жатыр деген мәселелерге байланысты. Тағы да мәселен жаңағы мемлекеттік қызметке жұмысқа жаңағы алу, басқа мәселелеріне байланысты жаңағы біздің АГБ сіз айтып отырғанда жаңағы тест жасау басқа олар жауапты. Мәселен баспасөз жаңағы мына МИОР да біздің жаңағы ақпарат министрлігі. Олар біздің жаңағы бүкіл жаңағы айтайық мына ақпарат құралдарында, телеарналарда, газеттерде, басқа жерлерде тілдің сақталуы, жаңағы басқа мәселелерге жауапты деген сияқты. Әрбір сала заңды орындауға өзінің жауапкершілігі бар. Ал жалпы үйлестіруші біз. Сондықтан енді үйлестірушіміз болсаңыз сіз айтасыз енді. Елбасымыз айтып отыр ғой, Қазақстанның келешегі қазақ тілі. Болды, ол үшін
бәкір нәрселеріміз бар. Ана профессор былай айтады, былай. Вот мен айтайын деймін, Мереке, тәжірибе бар. Мен анау, когда Тасмағамбет мен жұмысқа орналастырғанда, білесің мен ана милиция жерін алған. Мен айтып говорю, как милиция жібересіз, говорю, қазір мен бүкіл депутаттарды көтеремін. Оның ішінде Әбіш Кекілбаев та болды, Қуаныш Сұлтанов та болды, бәрі олар как раз не істеймін деп сол кезде что делать дейтін нәрселер шықты. Я не істеу, осы әліппемен арман қарай дамыту керек. Ол кезде бұл как раз Елисетке арнайы өздері депутаттар айтты. Концепция жазды. Марқұм Дәуренбек ағамын, өзіңіз білесіз. Дәуренбек ағамыз қайда бармады, қай жерге сол концепция үшін. Қырымбек Көшербаев госсекретарь отыр. Комиссия жазып маған қалады. Ойбай, бұл мәселеге $1 миллиард керек. Яғни сайтан да керек жоқ, $1 миллиард керек. Біздің өзі Қазақстан әлеуметтік мәселемен тек қана бас ауыртып жүр. Әлеуметтік мәселемен. Шешіліп тұрған мәселені 20 жыл бұрын. Мен тендерден алып тастадым сонда. Тасман мен малмыз анау. Тек анау біздің кім еді? Бектұрғанды шақырып алдым. Осылай да осылай. 4,5 мың теңгеге мені главный исполнитель мен оған да неткен жоқпын. Құдайға шүкір, оған мен қалаған жоқпын. Сол кезде мен EBSNet проект шықты. А оның алдында 3 жыл мен Германияға өз компьютерім, өз қаражатым алып неттім, сол үшін жұмыстан да кеттім. Ол мен оның шындықтары жоқ. Мен 3 жыл бойы эксперимент жасалды. Сосын кім еді анау министр? Ол министр емес, анау қазір Павлодар облысында дәл алдында тұр. Ол говорит, сіз өзіңіз не түрде жаздыңыз, ол неофициально деді. Официально деген соларды мен қағаз требует. Айтып Қырымбек Көшербаев телефон звонокпен істеткізді эксперимент сөзінше. Кешір басталды ол кезде. Сосын Тасмағамбет арқылы мен бітірдім бұл істі. Бірақ тендерді мені рақтап жерді. Сонда мен сіздің Евразия университетінде жаңа марқұм болып кетті, который выиграл. Тендерді алып тастаған 18 миллион. Қазақ Әл-Фараби университеті алды. 17 миллионды Евразия университеті алды. Әрине олар беделмен шешті. Самософт дейтін фирма қайда жайлы шыққан мен білмей қалдым. 1,5 миллион, олар 1,5 миллион теңге алды. Мен 10 миллион теңгеге сразу бүкіл образованиесін шешілетін шықты. Сол кезде, сосын менен сұрайды, сен не қойды, міне, еще интернетте дайын болды проект. А мен қайдан білемін, Министерство науки и образования өздерінде интернет болмады. Өткен дүние былай істейік. Сіз бізге келгеннен кейін, қазір жаңағы айттық қой, аздаған уақыттың барлығы уақытпен реттеледі. Сіз қазірде жаңағындай нақты сұрақтарыңызға біз жауап беріп үлгере алмай қалмайық. Уақыттың жаңағы шектеулі екенін білесіз. Сондықтан нақты осылар жаңағы азаматтарға қоятын сұрақтарыңызды қойыңыз. Нақты былай болсыншы, мен сізге жаңа айттым. Мен как раз электронды үкіметті менен шарт жасастым. Мен бүкіл электронды үкіметті зерттедім да, олар қолда жоспар қойдым. Бірақ олар менен әрине, олар міне мін жерде айтпақшы, мін жерде Ғалымжан да отырды, мен оларға айтамын, сендер мін жерде емес, ан жерде отыру керек. Өкінішке орай мен де ол кездерді түсінбедім. Сосын мен оларға әрине, мен ол кездері Дариға Назарбаеваға, неге бәріне тек қана хат жазып отырмын, электронды үкіметті қалай қаржыландыру. Бүкіл стратегиясын бәрін жазып бердім. Өкінішке орай білесіз, ол кездері латын әліппесін еткен жоқ. Қазір мен енді Құдайға шүкір міне латын әліппесіне бағытымыз бар. Осы мәселе бойынша мен білмеймін, сіздер шарт жасасыздар, мен етесіздер, мен просто өз как технологиялық предприниматель өз ойымда бір жылда сіздермен жұмыс істеп, мен өзі бір жылдан кейін өзі пенсия кетемін сөзін. Содан кейін айтайын, пенсионерді қойып жұмыс істеп, просто мен енді өздері білесіздер, тыңдар, бірақ мен сіздерге уәде беремін. Bir жыл ішінде біз бағытты өзгертеміз. Бағытты біз өзгертеміз. Нәтиже бола ма, болмай ма, бірақ бағытты өзгертеміз. А бағытты өзгертсе, нәтиже болады. Қазіргі күнде бізде бағыт жоқ. Өкінішке орай. Адасу бар. Енді сол айтайын деген. Басқа еш нәрсені ал. Не жағын андайында жағын қажетсіз. Оны қызыл орында. Түсінбедім. Сіз сонда бізбен жаңағы осы мәселе бойынша жұмыс жасағыңыз келеді? Иә. Ұсыныстарын, жобасын ұсыныстарын берсін. Ұсыныстарын, жобасын, өйткені менде тағы да басқа жерлерде ұсыныстар бар. Олар нақты түрде жұмыс істеу үшін, мен сол үшін. Жақсы, жарайды. Жеке былай келсек сағайды, әдеге кешіңіз. Былай істейік, жеке, осы сенбі күні мен сізге қазынан шақырамын. Неге деп отырсыз ба? Өйткені бейсенбі жұма болса осылай болады. Тыңдамай аламын сізді. Сенбі күні еркін, сіз маған 11-де келіңіз. Сағат 1-ге шейін ба керек па, 2 сағат
2 жыл 3 сағат сөйлесейік. Жобаларыңызды айтыңыз. Жақсы ма? Мен сізді жақсылап тыңдайын. Мен түсінбегенімді сіз маған түсіндіріңіз. Сөйтіп кемшілік әңгімелесіп, сіз сол жобаларыңыздың соған қамын қарайық. Дұрыс па? Нақты. Мен қазір бейсенбі деп айтамын, ойбай жиналыс өтеді. Кешіп бір жиналыс кетіп қалды. Ертең айтсам жиналыс кетіп қалды. Мен сізге тағы да айтайын. Мына жиналыстарды тоқтатқан жөн бе деп ойлаймын. Вообще жиналыс мен қашынан бері анасы мен кейбір кезде телефон соған пайдаланып мен бір түсініп тұрмын, мына жиналыстардан түк шықпайды. Нақты істе. Кешіріңіздер, мен сізді әркім өз ретінде сынға бөлінеді. Қит етсе сын. Менің сын емес. Әр нәрсенің бір нәтижесі болуға тиіс. Ойлап қалмаңыздар. Жақсы, бәрін сынап отыр. түсіндік, келістік. Сіздің ұсынысыңыз жаңа қабылданды. 11 жаңағы Жәке, 11 телефон соғым, пікіріңізді айтасыз. Келгеніңізге, пікіріңізді бөліскеніңізге рахмет. Мамандар сіздерге де рахмет. Келісіп, мінекей Мен тағы да ключевой позиция білдіруші кім? Сіз бе, Тұрғазынан ма, вообще, кімге нақты түрде, мен ұсынысты айтамын, біреу қарсы болады, өйткені қарсы болатын адамдар болу керек. Анау айтады, бірақ кім нақты түрде жауап береді? Мен ойымша ақырда болмау керек. Тағы да бір какой-то должностное лицо болмау керек. Мен бостан сұрап отқан жоқ. Түрк комитеті өмір бойы жауап береді. Бір жылдың ішінде біз өзгерте аламыз. Бұл бағытта. жақсы, айттық қой, жаңа сіз ұсынысыңызды беріңіз. Ұсынысыңызды кімге ерекең мамандармен жақсылап қарап шықсын, талқылаңыздар. Содан кейін маған ұсыныспен шығасыздар. Өзімізге уақытын бөлем жақсы. Жақсы, рахмет.